Ұлы Отан соғысының ардагері Төлеутай Бекбосынұлы 1908 жылы Жаңарқа ауданына қарасты бұрынғы Алғабас болысында дүниеге келген. Әуелі Ырымбайұлы Әбабия, одан кейін Берлібекұлы Мақсұт молдадан ескіше сауатын ашқан. 1927 жылы Жартас мектебінің 6 сыныбын бастап оқып, 1929 жылы 7 сынып бітірген, оны Успен руднигіне мұғалім етіп жібереді. Одан аудан орталығындағы қазақ орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарған. 1941 жылы соғыс басталғанда майданға аттаныпты. 2 айлық мергендік курсты оқып, Волхов майданына ұрысқа кіреді. Беларусь майданында болған. 1943 жылдың сәуір айынан 1943 жылдың қыркүйегіне дейін 127 фашистің көзін жойғандығы жайлы жазылған екен. Өзінің мергендігі және батылдығының арқасында көзге түскен. Ленинградты азат ету ұрысына да қатысқан. Қарамағында 2 адамы бар аға сержант Бекбосынов, зеңбірек командирі әрі кездесуші ретінде 100 шақырым жер жүріп отырып, Берлинге де тақалып қалады. Совет одағының маршалдары Рокоссовский мен Жуков айрықша көзге түскен солдаттардың атын атап, мақтау сөздер айтқан. Берлинге 45-50 шақырым қалғанда немістердің қарсы шабуылы кезінде 4 танкінің көзін жояды. Осындай ерліктері үшін Қызыл жұлдыз ордені мен 1-2 дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордені және де бірнеше медальмен марапатталған. Ұлы жеңіске жеткен тамаша күнді Берлинде өткізген Төлеутай Бекбосынұлы 1945 жылдың күзінде елге оралады. Өздерінің бөлімшесі тоқтаған Рейхстаг маңындағы ғимаратқа солдаттармен бірге Бекбосынов Төлеутай Қазақстан деп арабша қолтаңбасын қалдырыпты. Аудандық Опалмизак бастығы Сейтмағамбетов Жетімекке орынбасар болып қызметке орналасқан. Қаражал кенішінде жұмыс істеп жүріп, кейіннен зейнеткерлікке шығып, 2004 жылы қайтыс болады. Алғашқы алған жары Қамар Әли қызы денсаулығына байланысты 1951 жылы дүниеден озады. Ол кісіден 5 бала қалады. Үлкені Үнкен Төлеутай қызы, Мәндила Төлеутай қызы, Әйкен Төлеутай қызы, ұлдары Жүрсін және Тұрсын Төлеутай ұлдары. Төлеутай Бекбосынұлының екінші үйленген жары Бекен Жүніс қызы. 2 әйелінен 3 ұл, 8 қыз өсіріп, ұлын ұяға қондырып, қызын қияға ұшырған Төлеутай Бекбосынұлының бүгінгі күні артында 11 немересі, 22 шөбересі, 41 жиені мен 87 жиеншары қалған.